Кардиограмма Дәрежан Өмірбаевтың екінші толық метражды фильмі. Отандық кинотанушылар бұл фильмге жоғары баға беріп, айрықша бағалайды. Кардиограмма фильмінің сюжеті қарапайым. 12 жасар жас ұланның бөтен ортаға көндіге алмауы. Алғашқы сезімі мен тіл мәселесі фильмге негізгі арқау болады. Қызылорда облысының Базарбай ауылынан, сол тұстағы Елорда, Алматы қаласының маңындағы тауларда орналасқан шипажайға жүрек ақауын емдеуге келеді. Бірақ фильм құндылығы мазмұнда емес, сюжет беру тәсілінде, яғни формасында. Өмірбаев режиссурасы шынайылықты субъективті түрде суреттеуде. Таза кинематографистік тәсілдер арқылы экрандық бейнені сомдауды мақсат етеді. Кардиограмма фильмнің медициналық атауының өзінен суық леппен заманауилық сезіледі. Негізгі бейнелік қатар графикалық кескіндемемен үндес. Фильмнің құрылымы атына сай графикадан құралғандай әсер қалдырады. Жасұланның туып өскен жері мен шипажай ландшафты бір-біріне қарама-қайшы мекендер. Қызылорда құмды шөл дала, оның көк жиегі шексіз созылып кете беретіндей. Сол жиекпен ұласып жатқан көк аспан. Аспандағы күнмен қоса сары жерде адамға жылу беріп тұрған сыңайы бар секілді. Бірақ сол жылулыққа қарамастан жалғыздық сезіледі. Жапан далада орналасқан қойшының жалғыз үйі. Фильмнің бастапқы эпизодында қазақи тұрмысқа тән байсалдылық, ұстамдылық, төзімділік байқалады. Камераның баяу қозғалысы мен монтаждық ырғақтың өзі осы ортаның тыныштығын бұзбауға тырысқандай. Камера еш асықпай қойшының үйін саралап, байсалдылықпен көрсетіп шығады. Көрініс ауысып, Жасұлан тіпті таңсық ортаға түседі. Әппақ қарға оралған құпияға толы тау жоталар. Оның ар жағында не бар екені белгісіз. Күннің өзі мұнда басқаша нұр шашатын сияқты. Мұнда ғимараттар, ұзын дәліздер, биік баспалдақтар. Жасұлан анасымен қоштасып тұрғандағы оларды бөліп тұрған темірден жасалған тор есік. Барлығы графикалық түрде суықтықтың атмосферасын береді. Шипажайдың керемет табиғатына қарамастан, ол Жасұланға жат. Үйінде сезініп жүрген жалғыздық пен шипажайдағы жалғыздық екеуі екі бөлек. Керісінше, мұнда көпшіліктің ішінде жалғыздық сезімі арта түскендей. Фильмнің режиссурасының айрықша тұсы экрандық уақыт тоқтап, бір сәттің өзі шексіздікке созылып кеткендей әсер тудырады. Жансыз даламен ұласып жатқан жол жиегінде Жасұлан мен анасы Алматы бағытында жүретін автобусты күтіп тұр. Ана мен бала монументалды кейіпте үнсіз қалыпта тынып қалғандай. Екеуінің арасын бөліп тұрған жол, бейне бір көрінбейтін қабырға секілді. Алайда ана мен бала арасын байланыстыратын табиғат анасының үзілмес жібі бардай сезіледі. Камера кейіпкерлерінің арқа тұсын түсіріп, баяу жылжи келе қырынан қарағандағы кескініне тоқтайды. Осы кадрдағы ана мен бала бейнесі және табиғаттың тазалығы таң қалдырады. Кейіпкерлердің ішкі тартысын экран бетіне проекциялайды. Әрбір кадр камераның қозғалысы ана бойындағы мейірімділікті, баласына деген шексіз махаббатты көрсетуге ұмтылғандай әсер қалдырады. Жасұланның анасын сомдаған Сәуле Тоқтыбаеваның бойында ешбір жасандылық сезілмейді. Режиссердің экранда жасаған әлемінің ажырамас бөлшегі тәрізді, ортамен үйлесімділік табады. Экранда кейіпкердің актерлік ойынына назар аударсақ, олардың ойнау мәнерінде еш пафос, эмоция жоқ. Жасұлан, Алматыға баратын бала ұқсамайды ғой, бала. Тұрмайсың менде. Автобус өтіп кететін болды ғой. Дәлірек айтсақ, ешқандай актерлік ойын жоқ деуімізге болады. Жасұланның анасы екеуінің автобус күтіп тұрған бір сәті. Ағылшын-американ кино режиссері Альфред Хичкоктың солтүстікке солтүстік батыс арқылы фильмдегі эпизодымен ұқсас келеді. Бұл фильмдердің ұқсастығы айдала. Жер бедері күн шуағынан сарғайып күйіп кеткен. Айналада біреуді күтіп тұрған бас кейіпкерден басқа жан жоқ. Сол екі эпизодтың табиғаты, оны көрсету және түсіру нүктелері, камера қозғалысы ұқсас келеді. Жасұлан болмысымен, тілімен ортасынан ерекшеленетін кейіпкер. Жасұлан түскен мәдени қақпанды режиссер қатал бейнелік, кинематографистік формалар арқылы береді. Диалог аз, айтарлықтай оқиға да жоқ, бірақ айтылмаған сөз бен әрекет бар. Жасұлан сөзбен айталмаса да әрекет етіп, сол жердің атаманын жекпе-жекке шақырады. Выйдешь со мной один на один. Ты что, Базарбай, ночью упал, что ли?
Выйдешь со мной один на один. Давай. Только дай покушать. Жеңіліске ұшырағанның өзінде де бұл да бір іс-әрекет. Бірақ көрермен төбелестің барысын көрмейді. Режиссер тек оның салдарын ғана көрсетеді. Дарижан Өмірбаевтың «Кардиограмма» фильмін талдау барысында режиссердің ұстанатын өзіндік қағидасы мен стиліне, фильм құрылымында кинематографиялық және әдеби цитаталарды қолдану, түс пен шындықты үйлестіру, кадр ішіндегі кеңістік пен уақытты көрсету принциптері, фильмнің атмосферасын операторлық көркемдік шешім арқылы жеткізу, символикалық және сюжеттік баяндамалық кино детальдарды қолдану түрлері, зорлық-зомбылықты көрсетпеу және эмоцияны математикалық есеппен шығару жататыны анықталды. Санатория. Сейчас в Алмарасан поеду. Пленку завести надо. Петрович, привет передавай. Обязательно. В следующий раз не забудь сигарету. Хорошо, обязательно. У тебя в правом повороте не горит.